Қарағанды облысындағы мектептерге ұлттық күнтізбе енгізілді. Онда қазақтың тарихы мен мәдениетін насихаттайтын 42 атаулы дата белгіленген. Болашақта олардың саны артады. Жобаны жергілікті мамандар ойлап тапқан. Ұрпақ тәрбиесі мен елдің мәдениетіне пайдасы зор дейді. Қазір аймақта 417 мектеп бар. Онда 170 мың бала білім алып жатыр. Енді олар атаулы күндер арқылы ұлттық таным мен тарихты да танып білетін болады. Жалпы енді аталған күнтізбе барлығы 18 ұлттық құндылықты, 3 дәстүрлі мерекені, содан кейін 6 салтымызды, 24 тарихи тұлғаны насихаттайды. Бұл енді жастарымызды отансүйгіштік тәрбиеге, жаңа патриоттық тәрбие беруге бірден бір ықпал ететін нәрсе. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің кешенді бағдарламасы негізінде әзірленген біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілген болатын. Сондықтан да осы ұлттық құндылықтарымызды, жалпы Қазақстан тарихын сақтау және насихаттау мақсатында облыс әкімдігі қазақ күнтізбесі жобасын әзірлеген болатын.